Ұлттық мүддені қорғау мемлекеттік тілден басталады. Ал бізде 30 жылдан бері мемлекеттік тіл туралы заң жоқ. Біздің сауал премьер Смайыловқа. Жаңа дәуірді бастап берген қаңтар қасіреті 30 жылдағы барлық қателіктерді әйгілеп берді. Сондықтан да президент Тоқаев бастаған саяси реформаны ел қолдауда. Қаңтар қасіреті ең алдымен елімізде 30 жылда ұлттық идеологияның ұшқыны болмағанын әшкер етті. Енді саяси реформамен бірге шұғыл ұлттық идеология концепциясын қабылдау керек. Отаншылдық рухы жоғары ел көздеген мақсаттан қалай да жетеді дейді президент. Отаншылдық ұлттық идеологиядан басталады. Ал ұлттық идеология ең алдымен мемлекеттік тіл. Қазір халықты бір тұтас етіп біріктіруші ұлттық идеологиямыз мемлекеттік тіліміз болу керек. Мұны еліміздегі этностардың бәрі де қолдауда. Ассамблея былтыр мемлекеттік тілді міндеттеу туралы үндеу қабылдады. Түркияның тұңғыш президенті Ататүрік Түркиядағы 78 ұлт бүгіннен бастап бір тілде түркше сөйлейміз деп жариялады. Осындай қазақ ұлт алдындағы тарихи жауапкершілік пен аманат бізде де атқарылуы тиіс еді. Сондықтан елді біріктіріп топтастыру үшін барлық ұлт мемлекеттік тілде сөйлеуі керек. Мен 1979 жылы Алматыға келгенде барлығы орысша еді. Өйткені біз Кеңес одағының боданы отар еледік. Ал 1999 жылы ұлым әке неге бізде барлығы орысша деп сұрады. Тәуелсіздікке көп болған жоқ, алда барлығы қазақша болады дедім, және оған өзім де сенген едім. Биыл 2022 жылы енді немерем неге барлығы әлі орысша деп сұрады. Ал бұл кезде тәуелсіздікке 30 жылдан асып кеткен еді. Бұған мен яғни біз не деп жауап береміз? Бұған кім жауап береді? Ұлттық мүддені қорғау мемлекеттік тілден басталады. Ал бізде 30 жылдан бері мемлекеттік тіл туралы заң жоқ. Қазақ үні сайтында мемлекеттік тілдің тәуелсіздігі ата заңда айқын көрінсін атты Тоқаевқа жазылған ашық хатқа 126.215 адам қол қойып, 1000 есе асып түскен тарихи рекорд жасалды. Бұл қалың қол ішінде түрлі этнос өкілдері де жетеді. Конституцияның тіл туралы бабының 1-ші тармағын орындамай, оған қарсы 2-ші тармағын орындайтын ел әлемде тек Қазақстан. Сондықтан Конституциядағы 7-ші бапты өзгертіп, қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде жеке дара статусын айқындау керек. Тәуелсіздік алған 30 жылда өз тілін білмейтін ұрпақ өсіп шықса, сонда біз қай елде қандай тәуелсіздікте өмір сүргенбіз? Мемлекеттік тіл есіктен кіре алмай жылап тұрса, біз неге жетісіп қалай төрде отырамыз? Мемлекеттік тілімізді міндеттейтін заң шығара алмасақ, бұл жерде неге отырмыз? Өзге елдерде мемлекеттік тілді көтерсең патриотсың, ал бізде жаусың. Еститін мемлекет халықты қалай түсінеді, егер екеуі екі тілде сөйлессе? Біз мемлекеттік тілімізді міндеттейтін заң қабылдау үшін енді тағы да 30 жыл 3-ші президентті күтуіміз керек пе? Бабалар аманатында адал болып, оны ұрпаққа табыстау мен үшін киелі парыз. Мен азаматтарымыздың ертең емес, бүгін бақытты өмір сүргенін қалаймын деп мәлімдеген Тоқаев осы киелі парызын ертең емес, бүгін өзі орындауы тиіс. Елбасы енгізген Конституция мен заңдардағы мемлекеттік тілдің бейшаралығын білдіретін баптардың бәрінде зейнетке шығарып жіберу керек. Салық төлеу қандай міндет болса, мемлекеттік тілді білу де сондай міндет. Екі тілге бірдей жағдай жасау деген екіжүзділік. Ол аштан өлгелі жатқан адамның аузынан асты жұлып алып, тоқтықтан жарыла жаздап жатқанның аузына тығу. Мемлекеттік тілді қорлатпау, мемлекет басшыларынан бастап бәріміздің басты міндетіміз болуы тиіс. Біздің ақпараттық қауіпсіздігімізде дабыл қағар жағдайда Демоскоп бюросы анықтағандай, біздің елді Ресей бақтары жаулап алған. Осыдан қауіптің қай жақтан келіп жатқанын білуге болады. Сондықтан еліміздегі шетел ақпаратын шұғыл тоқтату керек. Ұсыныстарымыз
Ұлттық идеологиямыздың концепциясын қабылдау қажет. Мемлекеттік тілді міндеттейтін заң қабылдау керек. Конституциядағы 7-ші бапқа өзгеріс енгізіп, қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде жеке дара статусын айқындау керек. Мемлекеттік тілдің дамуы үшін президентке жеке дара бағынатын тіл агенттігін құру керек. Елдің ұлттық ақпарат Микрофон қосыңыз. Регламент кешіріңіз. қосыңыз депутаттың микрофонын, Исаның. Елдің ұлттық ақпаратының қауіпсіздігін жасап, шетелдік телеарналардың таралуын шұғыл тоқтату керек. Біздің елге басқа елдерден қоныс аударушылар ағылып жатқандықтан, Ақжол фракциясы ұсынғандай Қазақстан азаматтығын алу үшін мемлекеттік тіл мен ел тарихынан емтихан тапсыру тиіс. Құрметпен Ақжол фракциясы. Рахмет.